Сәлеметсіздер ме, тігін сүйер қауым. Бұл сабақта любакс әдісі бойынша лекала сызудың алғашқы сабағын бастаймыз. Бұл әдіс пішім жасаудағы ең оңай әрі дәл тәсілдердің бірі. Өз қолыңызбен кез келген адамға, кез келген фигураға сәйкес келетін киім пішіп тігуді үйренгіңіз келсе, осы әдісті меңгеріп алыңыз. Сызба бұл лекала жасау үшін қолданылатын негіз. Яғни киімнің барлық негіздері құралады. Лекаланы дұрыс салу бұл тігіннің іргетасы. Егер сызба қисық салынса, киім де қисық болады. Егер сызба нақты өлшемдерге сай болса, дайын өнімде мінсіз отырады. Сызбаны неден бастаймыз? Ең алдымен өлшем алудан бастаймыз. Өлшем алу ережелері: ең алдымен біз өлшем алатын адамды тікке тұрғызып, арқасы тік, иығы бос болу керек. Өлшем алу кезінде денені қыспайтын жұмсақ өлшеуіш таспа қолданған жөн. Ең алдымен негізгі 6 өлшемді аламыз. Кеуде айналымы, бел айналымы, мықын айналымы, арқа ені, иық ені, арқа биіктігі. Бізде осы арқа ені негізгі рөл атқарады. Любакс методында арқа енін дәл өлшеп алсақ, бізде сызбамыз дәл келеді. Осы ШС сызығы бізде негізгі норма болып есептеледі. Келесі сабақта норманы қалай алу керектігін үйрететін боламын. Әр өлшемді жазып алып отыру қажет, себебі келесінде сызбалар соған сүйеніп салынады. Өлшемді алғаннан кейін біз лекала сызуға көшеміз. Любакс әдісінің ерекшелігі: бұл жерде бәрі қарапайым координаталық тор жүйесіне негізделеді, яғни сызба нақты пропорцияларға сүйене отырып салынады. Бұл бізде вертикал сызықтар. Вертикал сызықтарды өзгермес нормалармен белгілеп шығатын боламыз. 1-ден 9-ға дейін санды жазып аламыз. Бізде 1 мен 2-ның арасы 1,5 норма, 2 мен 3-дің арасы К норманың жартысы, 3 пен 4-дің арасы 2 норма, 4 пен 5 норма болып есептеледі. 5 пен 6 норма, 6 мен 7 2 норма, 7 мен 8 норманың жартысы. Енді осы сызбада көріп тұрғаныңыз горизонтал сызықтар. Горизонтал сызықтарда белгілі бір нормаларға сай болып келеді, өзгермес сан. Негізгі 4 бұрышты аламыз. Жоғары жағы мойын тұсы, ортасы арқа мен иық, төменгі бөлігі бел мен мықын деңгейі. Мұның бәрі көзбен емес, дәл сызғыш пен өлшемге сай сүйене отырып жасалады. Неге любакс әдісі тиімді? Өлшем қателеспейді. Тор жүйесі координатамен жұмыс істеуге көмектеседі. Қайта өлшем алмайсыз, және бір рет өлшем алып лекала сызып алсаңыз, соған қарап кез келген өлшемге сызба жасап алатын боласыз. Бүгінгі сабақта өлшем алуды үйрендік, оның маңызы, қалай салынатыны және қай өлшемдер қолданылады. Енді келесі сабақта осы сызбаны сызуды үйренетін боламыз. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта лекала сызуды көрсететін боламын.